Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы, сурда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Ал Қарағанды облысындағы шаруа қожалығы өз өңірдегі алғашқылардың бірі болып, ауылға жас мамандар тарту ісін қолға алды. Атап айтқанда агроном, экономист, есепші, инженерлікке оқып жатқан болашақ түлектерді жұмысқа шақырды. Арнайы экскурсия ұйымдастырып, шаруашылық жұмысымен таныстырды. Мұндағы өмір деңгейінің қалаңкінен кем түспейтінін баса айтқан ұйымдастырушылар студенттерге ауыл тіршілігінде көрсетті. Бұл туралы қорытынды жаңалықтарда тарқатып айтатын боламыз. Для этого будут созданы им все условия. Бұл үшін жас мамандарға барлық жағдайлар жасалады. Біріншіден, әр жұмыскерді жеке баспанамен қамтамасыз етеміз. Екіншіден, бізде жұмыс істеуге келетін әр түлекке бір реттік 2 миллион теңге көлеміндегі көтерме ақы төлейміз. Үшіншіден, олар алдағы 5 жылда біздің қарамағымызда жұмыс істейтін болады.